أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Суратул Адият. Жеке-жеке әрбір аятқа тоқталуға тырысамыз. Алдымен сарфы, содан кейін аяттың өзінің сөйлем құрылысына тоқтаймыз. Одан кейін тәпсірден түсініктеме беруге тырысамыз. Мұхтасар тәпсірден біздер сөйлемді бере отырып, әрі харакатты, әрі харакатсыз халін беруге тырысамыз. Харакатсыз халін беруге тырысу себебіміз ілгеріде өздеріңіз де видеодан тоқтатып қойып, харакатсыз халін оқуға тырысыңыздар, одан кейін харакатты халіне қарап тексеруге деген сияқты. Одан кейін i'рабына келеміз. I'рабты дұрыс түсіну үшін мына жердегі талдауға дұрыс мән бергеніміз жөн. Ал бисмиллах деп бастаймыз. Вәл-адияти дабха. Вәл-адияти дабха. Даб қалқалармен айтамыз, білесіздер. Енді уә деген тікелей бірінші аят уәмен басталып тұр, алайда уәден кейін келген есімнің соңы кәсрамен келіп тұр. Олай болатын болса, уә қандай уә? Өткен апталардан өткен сүрелермен салыстыратын болсақ, мысалы біздер Аср сүресін уәл асри деп бастаған едік. Сол Аср сүресіндегі сабаққа бұрын қатысқан кісілер болатын болса, уә нені білдіретін еді? Ант ету ғой. Ант ету. Негізі бұл харфу жар, яғни көмекші сөз, орысша предлог. Алайда нені білдіретін предлог? Антты білдіретін предлог. Сондықтан харфу жардан кейін, предлогтан кейін келген сөздің соңы мәжрур болып тұруы соған байланысты. Аудармасында Құран газеті қатты ентігіп шапқан, бүйткен, сөйткен аттарға ант болсын деп, ең соңында ант болсын деп атыфтар біткен кезде, бірыңғай мүшелер біткен кезде қосқан екен. Мінекей қарап отырсаңыздар, қатты ентігіп шапқан, тұяғынан от шығарған, таң сәріден шабуыл жасаған, тозаңдатып шаңдатқан, сөйтіп жаудың ортасына кірген аттарға серт. Сонда аттарға серт дегенден, аттар деген сөз бұл жерде вообще келіп тұрған жоқ, бірақ ол жердегі мағынаның аттар екендігі айтылады. Қандай аттар? Шапқан. Қалай шапқан? Ентігіп, дауыстары былай, аттарда да дауыс шығарады ғой, қатты жүгірген кезде бір кісінеген сияқты, иә? Кісінеу емес та былай деп бізде ентігеміз ғой жүгіргенде, сол сияқты ентіккен сияқты бір дыбыс шығару дейді. Қандай аттар? От шығарған. От деген кезде тұяқтары қатты тасқа тиген кезде бүйтіп ұшқын шығады ғой, сондай ұшқын шығарған деген. Таң сәріден шабуыл жасаған, яғни дұшпанға қарай таң сәріде шабуыл жасаған. Соншалықты қатты шапқан кезде шаңды көтерген, яғни тозаңды көтеріп шаңдатқан деп аударған ғой. Сөйтіп жаудың ортасына, уасатна дегені дәл ортасына қарай кірген шабуылмен деген мағынада. Одан кейінгі аяттар ары қарай кетеді. Алайда ант мәселесінде ғалымдарымыз тек қана Аллахтың атымен біздер ант ете аламыз. Ал Құран кәрімде Аллаху Тағала өзі уәл аср деп асыр уақытымен яда заманға серт еткен. Мұнда мысалы осындай шабыспен шапқан аттарға ант етіп отыр. Бұл тек қана Аллаға тән нәрсе. Біздер адамдар олай нан ұрсын, яғни нанға серт, отанға серт, анаға серт деген сияқты біз серт қабылдай алмаймыз. Тек қана Алланың атымен ғана ант ете аламыз. Енді сарфына келетін болсақ, уәл адият, ада деген етістіктен туындап тұр. Бұл көріп отқандарыңыздай соңы әлсіз әріппен келген. Осы жағы яғду негізінде жүгіру дегенді білдіреді, атқа байланысты болса шапты дегенді білдіреді, жүгірді дегенді білдіреді, дұшпанға шабуыл жасаған, өте көп мағыналары бар. Ал мұнда кәдімгідей шабуды білдіріп тұр дейік. Ада, яғду, ұғду, адуын, шабыс дегенді білдіреді, жүгіру дегенді білдіреді. Енді исім фәғілі, фәғілун деген формулада келеді. Негізінде формуласы мынандай ғой, формуламен дәл айтатын болсақ, бұл сөз ди юнғы. Алайда дамма харакатын яй көтермейді, сондықтан ди болып қалады дейді. Алайда сукунмен келгенде бұл яйдың өзі де түсіп қалады. Енді ди ғой, соңындағы тәнвинді мына кесраға қосып барып адин қыламыз дейді. Негізі бұның соңында бір яй бар.
Енді оған дөңгелек таны қосқан кезде яйы ортаға шығады. Сондықтан адиятун дейміз. Яғни жүгірген, шапқан дегенді білдіреді. Әт көпше түр жасағандықтан адият болып кетті. Уә келгендіктен уәл адияти деп аятта ант әрпінен кейін мәжрур ретінде келіп тұр. Шапқан аттарға ант болсын, шапқылаған аттарға ант болсын дейікші. Қандай түрде? Дабхан. Дабхан деген сөзіміздің өзі мастар. Дабаха деген етістіктен туындап тұр. Ентігіп дем алды дегенді білдіреді негізінде. Ентігіп дем алды дегенді білдіреді. Біз оны ентікті деп айтсақ та болады. Ядбаху, эдбах, дабхун. Ентігу. Осы дабхун дегенді алған ғой негізінде. Енді бұл жерде тек ентігу емес, сонымен қатар жүргенде, тез жүргенде, жүгіргенде ентігуді де білдіреді дейді. Сондықтан мына адуын деген мастармен как синоним мастар ретінде қаралады. Егер де синоним мастар ретінде қарайтын болсақ, онда оған қандай мағына береміз деген. Яғни қандай нахиф, яғни синтаксис жағынан біз оған қандай сөйлемнің мүшесі деп қарауымыз керек деп талдаймыз. Уәл-адияти дабхан. Негізінде әл-адияттың өзіне де қайтадан тоқталайын. Әл-адият дегеніміз ол мына қыздар. Әл-артиклі арабшада негізінде исім фәғіл формасында келген сөзбен келгенде ол әлләти және етістікті білдіре береді. Сонда әлләти тәъду, шапқан. Қандай шапқан нелер, яғни болсақ басында бір анықтаушы да бар деп ойлаңыздар. Уәл хайлилләти тәъду, яғни қатты шапқан ат деген. Енді осының мәфул мұтлақ деген осы түбірден туындаған мастарды біз мәнсуб ретінде қоя аламыз. Сонда оның мағынасы күшейеді. Яғни шын мәнінде шапқан аттарға сондай шын анадай аттың шабу несін, етістігін күшейткен мағынада. Тым сондай жылдам шапқан дейміз ба, тым сондай шаңдатып шапқан, етекті шаңдатқан сөздер одан кейін де келіп тұр ғой. Негізі мағынаны күшейту үшін келеді. Арабшада адуан осы түбірден туындаған мастарға мәфулун мұтлақ дейміз. Дәл сол сияқты оның синонимі қолданылса да, оған да мәфулун мұтлақ деп ираб жасай береді. Бұл түсінікті ме? Негізі сонда хал ғой, иә, ұстаз? Хал емес. Мәфулун мұтлақ дегенде кайфа деген сұраққа жауап береді. Хал мен мәфул мұтлақтың мынандай айырмашылығы бар, қыздар. Екеуі де күйді білдіреді. Алайда мәфул мұтлақ етістіктің қалай жасалғанын білдіреді. Ал хал етістік жасалып жатқанда адамның күйі қандай еді, немесе толықтауыштың күйі қандай еді дегенді білдіреді. Хал дегеніміз қыздар, реклама қосылып кетті ғой деймін. Түсініңіздер ма? Сол ішінде ираб үш түрлі ираб беріпті бұған. Біріншісі мәфул мұтлақ депті. Өйткені адуан синоним ретінде келіп тұр адуанға. Екінші арабта депті наиб ан мәфул мұтлақ депті. Негізі мәфул мұтлақтың орында тұр. Алайда мәфул мұтлақ болып өзі келіп тұр. Мұнаны наиб деп айтады кейбір жағдайда. Синоним келген кезде наиб орнын басатын сөз деп айтылады. Немесе тікелей мәфул мұтлақ, алайда тікелей мәфул мұтлақ деу үшін мынандай бір етістікте тұру керек депті. Негізінде мені тәпсірінде көше түрде алған екен, негізінде біз оны жансыз нәрселер деп тады бах деп те айтсақ болады. Тады ба. Сонда мұна сөйлем хал сөйлемі, халмен байланысты мәфул мұтлақ деп қарағандар да бар. Сол сияқты халдың өзінің орнында да тұр дейді. Қараңыздар, негізі дабихатин деген хал келу керек еді. Оның орнына мастар келсе, мастардың мағынасы қуаттырақ, алайда ол да күйді білдіреді деп қарай береді. Сонда екі түрлі ираб жасап тұр ғой, бірі мәфул мұтлақ, немесе оның орнында тұр, немесе халдың орнында тұрған мастар. Тоже мәфул мұтлақ ретінде, алайда мәфул мұтлақ емес, хал ретінде келіп тұр дейді. Негізінде тек қана Құран кәрімде ғана мастар хал ретінде келген жағдайлары бар. Хал негізінде исім фәғіл, исім мәфул
sıfatı müşebbehe сияқты сөздерден жасалады. Яғни негізгі ырықсыз есімше немесе анықтауыш сын есім сияқты сөздерден жасалады. Сонда уәл адияти дабхан дегеніміз негізінде уәл хайлиллати та'ду адуан. Яғни сондай шапқан аттарға, біз сондай деп айтамыз, күшейтіп, сондай шапқылаған аттарға ант болсын. Бұл түсінікті ме, қыздар? Әл-адият неге әлләти ta'duмен тең екендігін түсіндік пе? Әл артиклімен келген исім фәғіл, исім мәфғулер негізінде сол мағынаны білдіре береді дейді. Негізгі классик нахив ғалымдары әл артиклі дегеніміз ол әлләзи, әлләтиді білдіреді дейді. Сондықтан бұл жерде осындай мағынада келіп тұр. Енді тәпсірде мынандай тәпсір берген екен. Ақсама, 4-ші бап көріп тұрсыңыздар ма мына? Харакат халі мына ақсамалла. Ақсамаллаху, Аллах ант етті. Немен ант етті? Бел хайлі. Атпен. Қандай атпен? Әлләти тәжри, шабатын. Қалай шабатын? Хатта юсма'a ли нафасиха саутун. Қалай шабатын? Нефесінің, яғни дем алуының дауысы естілетіндей дәрежеде шапқан. Неге байланысты? Мен шиддатил жари. Өте қатты шапқандықтан демінің дауысы естілетіндей дәрежеде дейді шапқан аттарға Аллаху Тағала ант етіп тұр. Аудармасында беруге тырыстық. Бұл қай жерден алынып отыр бізде? Бұл бізде мінекей қыздар. Мұхтасар тәпсір, білесіздер, мұхтасар тәпсіріміз мына тәпсір қыздар. Мінекей. Біздің тәпсір апта мұхтасар. Біз мияссар тәпсірден де берсек болатын еді, мұхтасар одан да қысқарақ берген екен. Сондықтан осы жерден беруге тырыстық аяттарымыздың. Көріп отырсыздар, харакатсыз, бізде сіздерге харакатсында беруге тырыстық. Негізінде харакатсын оқып үйренсеңіздер, мына жерден менен қайталап оқуларыңызға болады дегеніміз ғой. Міне. Ақсамаллаху бил хайлиллати тәжри хатта юсма'a ли нафасиха саутун. Юсма'a саутун, естіледі даусы, естілгенге дейін даусы. Ненің даусы? Ли нафасиха, яғни демінің даусы естілетіндей дәрежеде. Неге байланысты? Мен шиддатил жари. Жүгірудің сондай қатты болғандығынан, яғни қатты жүгіргендіктен, қатты шапқандықтан, тез шапқандықтан деп келеді. Негізі харакатсыз мәтінді оқу үшін де сарп білуіміз керек. Қараңыздар, тәжри деген етістік келіп тұрса, соның мастары келіп тұр, жари деп. Қайта мәтінімізге оралайық. Иғрабында енді қараңыздар. Уәл адият, уауымыз харфу қасам ва жар, яғни қасам дегеніміз ант әрпі. Әл адият исім мәжрур біл кәсра. Уәл жар уәл мәжрур, харфу жар мен исім мәжрур негізінде бір етістікпен байланысты болу керек. Сондықтан мутағалиқани байланысты. Бефи'ли қасам ант етістігімен байланысты. Мәхзуф, яғни түсіп қалған ант етістігімен байланысты. Алла мен ант етемін деп айтып тұрғандай, оқ симу деп өткенде де келтірген болатынбыз. Оқ симу деген түсіп қалған етістіктің, яда ақсамаллаху, Аллах ант етті дегенде, сол ақсама дегенге байланысты уә деген харфу жар. Дабхан наиб ан мафул мұтлақ. Наиб деп айту себебі синоним ретінде қолданылғандықтан. Мәнсубын біл фатха ли анна дабха, өткені дабх дегеніміз дейді. Науун түр, менәс сейди, жүрудің бір түрі, уәл адуи, және де шабудың бір түрі болып саналады. Сондықтан синоним ретінде қолданып тұр. Жаңа біз жоғарыда бірінші беріп өттік қой мына. Дабханға адуан синоним ретінде келсе, кейбір нахивчілер оны тікелей мәфулун мұтлақ десе, кейбіреулер орнын басып тұр деп, наиб мәфул мұтлақ деп қарайды. Наибун анил мәфулун мұтлақ, о да мансуб біл фатха. Немесе дегендерімізде бар. Немесе мәфул мұтлақ тікелей, алайда түсіп қалған ядбахна, дабхан деген етістіктің мәфул бейгесі ядбахнаның өзі хәл болып тұр дейді. Бұл енді қосымша қыздар. Сондықтан мен бұны қызыммен берейін. Біз қазір мына жерін білсек жеткілікті біздер. Немесе хәл болып тұр дейді. Қараңыздар. Дабихат дегеннің орнына келіп тұр. Жоғарыда біз түсініп кеткендей.
Соның да орнына келіп тұр дейді. Бұны да қосымша ретінде бердім, алайда біріншісін білулеріңіз жеткілікті. Уәжүмләт әл-қасам, ал